Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Осындай әдемі сарғалдақтардың түсі сияқты керемет көңіл күй тіледім сіздерге. Бүгін бізге кешкі асқа үлкен ата әжеміз, қайнағамыз және Жазира апамыз келеді. Соған орай ет салып қойдым. Нанын ысып дайындап қойдым. Бауырсағымды, жейтін нанымды. Қазір нан салатын болам. Пока балалар ойнап жатқан кезде мен шайдың құралдарын дайындап қойып жатырмын. Қонақтарым келгенше тездетіп. Жазира апамыздың бізге әкелген тәтті торты. Қазір тортпен шай ішетін боламыз. Ас болсын баршаңызға. Бізде бүгін барлығы Мама! Бізде мұнда келесі күн ата әжеміздің шаңырағындамыз. Астанадан қонақтар келіп, сол кісілерге ет астық. Ата әжеге көмектесуге келді. Салам балаларды алып осындамыз. Мына гүлдердің негізі өте жақсы өсіп келе жатыр еді, бірақ қыстың күні болғасын, қысымен күннің аз түсуіне байланысты осылай сарғая бастады. Енді көктем келді. Күннің көзі жиі түсетін болады терезеден. Енді топырақтарын ауыстырып, суғарып қоятын боламын. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.